Сәлем құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жаңа видео болады. Біз міне мынау жерде мынандай не бар? Не көріп отырсыңыздар? Мынандай стоп, пуск, стоп кнопкасымен пуск. Және мынандай магнитный пускательмен. Мынау двигательді көріп отырсаңыздар. Қосамыз, айналдырамыз. Кәдімгі схемамен. Міне біз мынандай кнопканы аламыз. Көріп отырсаңыздар, міне кнопка тұр. Міне екінші кнопка тұр. Бұл пуск кнопкасы, міне стоп кнопкасы. Міне үшіншісі пускатель. Осы үш сатпен мынау схеманы жинаймыз. Көріп отырсаңыздар, міне мынау кнопка стоп болады. Мынау кнопка пуск болады. Мынау КМ пускатель болады. Көріп отырсаңыздар, схемада КМ. Және мынау М деген, мынау схема двигатель. Мынау двигатель болады. Осы двигательді қазір айналдырамыз. Осы схема арқылы. Міне көріп отырсаңыздар, міне пуск кнопкасында, міне көріп отырсаңыздар, қазір мен көрсетейін. Ашық контакт қолданылады. Міне мынаның ашық контактысы. Мынаның жабық контактысы қолданылады. Яғни бұны басқанда, қарапайым осындай тұрған кезде оның контактысы жабық, замкнутый. Біз оны бассақ, былай, ол ашылады. Сол контактысын қолданамыз. Қазір осы схемамен қалай двигательді қосатын көрсетемін. Міне схеманы жинадым, міне. Кнопка, стоп, қызыл кнопка. Көк кнопка пуск. Міне пускатель. Міне пускательға 3 питающий кабель келеді. Міне силовой контактысына міне 1, 2, 3 схемадағы міне 1, 2, 3. Міне астынан шыққан кабель міне. Проводтар, міне мынау 2, 4, 6. Дұрыс жазбағам. Астыма 4, 5, 6 деп тұр схемада, мына 2, 4, 6. Мынау двигательға баратын жағы, асты төменгі жағы міне. Двигатель мынау. Міне двигательға қосқан 3 фаза міне, көріп отырсаңыздар. Міне кнопка стоп. Стоптың бұл жабық контактысы қолданылған. Не ол 3 пен 4 бұл неде контактылары. Міне кнопка пуск. Бұда схемада міне ашық контактысы қолданылған. Бұда контактылары 1-2. Бізде пускатель. Пускательдің міне характеристикасы мынандай. Көріп отырсаңыздар. Оның катушкасы 220 вольтқа арналған. Осылай жинадым. Қазір двигательді қосамыз. Питание беремін автоматтан, щиттан. Сосын қосамыз. Питание бердік пускательдің үстіне. Қазір пуск кнопканы басып көрсетемін. Двигатель қалай қосылады екен. Қазір шуылдайды ол. Айналып жатыр. Стопты басқасын төнеді. Тоқтады. Осындай қарапайым схемамен, мынандай қарапайым схемамен осындай двигательді қосуға болады. Тағы көрсетем, міне пускты басам. Басып сөндіремін.
Бұл схеманың еш қиындығы жоқ. Кез келген өзін электрикпін деп санаған адам жинай алады. Оған тек қана екі пускатель керек, бір пускатель керек, яғни екі кнопка керек. Болды, еш қиындығы жоқ. Егер бағытын өзгерту үшін, мысалы, қазір ол жаққа айналады ғой, қарап отырсаңыздар. Басқа жақ қазір. Бағытын өзгерту үшін біз екі фазаны өзгерте аламыз. Мысалы, мына мен мына екі сымды астындағы сымды қазір өзгертсек, оның бағыты өзгереді. Қазір көрсетемін онда. Екі сымды өзгерттім. 2 мен 4-ті бір-бірін қазір айналу бағыты басқа жаққа болады. Қазір пускты басам. Сөнді. Осылай біз жинаймыз. Бұл схеманы жинау оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Оған тек қана пускатель және екі кнопка керек. Болды. Пуск, стоп. Болды. Кез келген өндірісте, производствода осындай схема қолданылады. Тағы оның защиталары бар, тағы неше түрлі схемаға қосуға болады. Бірақ ең басты осы схемадан барлығы басталады. Кімге видео ұнады, лайк басыңдар, каналға жазылыңыздар. Әлі көп қызықты видеолар алда болады, Алла жазса. Сау болыңыздар, рахмет.